Биылғы сабағымды ойдағыдай аяқтап, демалуға, сағынып қалған бауырларымның қасында болып, ата-анама еркелеп жатуға ауылға келдім. Шіркін, ауылымның ауасы-ай, ерекшесің ғой. Бала күнімде мән бермеуші едім, қазір қомағайлана жытам. Алматы әсем қала. Ойын-сауығы, көшелері, жарық шамдары бейне бір адам қолымен жасалған жұмақ дерсің. Алайда туған жердің, ауылдың бір қасиеті, сол ауылға тартып тұратын бір тылсым күш тағы бар. Таутасы, өзені, жасыл желегі, ештеңеге айырбастай алмайсың. Осы бір кереметтерге тамсанып, құмарым қанбай, сағынышым басылмай жүрген кез. Осы бір керемет кездердің шырқын бұзған оқиға әлі күнге дейін ойымда сансаққа сандалтып жібереді. Өкінішімнің де себебі осы еді. Қазанға ет салынып, сорпасы қайнап, иісі мұрын жарардай болып жатыр. Кешкілік қонақтар келеді деп абыр-сабыр болып жатқан едік. Қыз баласы дегенім болмаса, кейбір жұмысқа онша қырым жоқ. Қанша дегенмен жеңгем тындырып жүр барлық жұмысты. Жеңгем пысық жан еді. Қолынан келмейтін жоқ. Анша-мұнша кісіні өзі күтіп шығарып салып жүре беретін еді. Тіл байлығы да аспандағыны арбап, жердегіні жалмауға жететін. Келбеті кеспей қалған болмаса. Сондықтан болар үлкендер жағы пұшық пысық келін дейтін. Өзде намыстанбай, арсызданып бір күліп қойып жүре беретін. Сол пұшық жеңгемнің қасында барып кел, шауып келіне жарап жүре бердім. Бір кезде жеңгем: «Ботагөз, сен дүкеннен кеспе алып келмесең болмас. Қамыр жайып үлгермейтін сияқтымын» деді. Көздерім ботаның көздеріндей мөлдіреп тұратын болған соң, жеңгем мені солай атайтын. Негізі есім басқа еді. Жалпы қонақ күтудің байыбына бара бермеген соң, айтқанына көре бересің. Суретпемді аяққа іле салып, көшенің басына беттеп кете бардым. Негізі дүкен біздің үйден едәуір қашықтау еді. Үйден шыға, қалта телефонымды алып, сүйіктіме телефон соқтым. Жалпы тұтқан алу қиын еді. Бұл жолда солай бірнеше гүлден соң барып, бірақ алды. Айтар сылтауы көп. Қол тимей жатыр еді. Телефоным қуатта тұр еді. Көлігімде қалып қойыпты, дыбыссыз режимде қалыпты деген сияқты. Сондықтан ол туралы сұрақ қоюды қойғанмын. Бірден хал сұрасып, әдемі сөздермен сағынышымызды сипаттауға кірісіп кеттік. Бірде күліп, бірде еркелеп дүкенге де тез жетіп алдым. Дүкеннен шыққан соң қайта хабарласатынымды айтып тұтқаны қойдым. Дүкен алдындағы қымбат көлік көзіме бірден басылды. Әдетте бұндай қымбат көліктер біздің жақта сирек көрінетін. Қысқа ойланып аса мән бермедім. Дүкен ішіне кірсем, 3-4 жас бала жөн сұрасып тұр екен. Шамасы көлік осылардан болды-ау деп тағы да қысқа ойландым. Сатушы апа мені көре салып: «Нұрсұлу, мына жігіттер сені үйлеріңді іздеп жүр екен, жақсы болды ғой келгенің. Қалай түсіндірерін білмей тұр едім» деп күлімдеп қоя салды. Мұндайды күтпеген соң ба таңырқап қалдым. Не айтарымды білмей үнсіз келсе салғандай болдым. Ішімде бірақ сұрақ туындап жатыр. Кім екен бұлар? Әлгі қонақ па? Жоқ, олар мен анамның құрбылары деп еді ғой, сонда кім? Ойым оларды кімге теңерін білмей жатқанда: «Сіз кім боласыз Гүлім апайдың?» деген сұрақ бөліп жіберді. Есеңгіреп барып, «Қызымын» дедім. Олар да артық сұрақ қойған жоқ. Іздегенін тапқанда бірінен соң бірі сыртқа шығып кетті. Кеспемді алып мен де арттарынан шықтым. Сыртта көліктің жанында топырлап тұр екен, мені көріп: «Жүріңіз, біз сіздің үйді іздеп келе жатыр едік. Сіздің үйге баратын едік, бізбен жетіп қалыңыз» деді бір орта бойлы жігіт. Ойымда ештеңе жоқ. Көліктің арт жағына отыра кеттім. Ойлаған олжалар оңай түсті білем. Рөлде отырған жігіт ештеңе сұрамастан көлікті орнынан жұлқи қозғалды. Алғашында көшенің басымен шамалы жүрген соң кері бұрылып, жылдамдығын арттыра түсті. Бірден ойыма алып қашу түсті. Жалтақтап, жан-жағыма қарадым. Алдын ала біліп алған жоспар ғой. Міз бақпайды ешқайсысы. Тек алдындағы жігіт түрінде өзгеріс бар ма дегендей орнынан теріс айналып маған бажырая қарады. Қылғандары да маған тесіле түсті. Тілім енді келгендей: «Сіздер қайда барасыздар? Менің үйім ояқта емес» дедім. Сол жағымда жігіт мысқылдай: «Енді үйің сояқта болады» деді.
ойым орынды екен. Сонан соң ғана оң жағымдағы жігіт: Нұрсұлу, мен сізді алып қашып барам. Осылай болғаны айып етпеңіз. Сіз маған ұнайсыз. Есімім Сәбит, деді ешқандай сыр білдірместен. Не айтарымды білмей есеңгіреп барам. Айналам тұманданып кеткен сияқты. Айтылған сөзге жауап таба алмаймын. Қалай айтсам орынды болады деп отырмын. Бір ғұмыр кеткендей, бірақ қасқағым сәт. Бәлкім ойын шығар дегендей айналама Сәбитке бір қарап қоям. Жоқ, олай емес сияқты. Есім енді кіре бастады. Мен ол жігітті бұрын соңды көрген емеспін. Мені қайдан таниды? Кенет айғайлап жібердім. Естерің дұрыс па? Сендер кімсіңдер? Алып қашқан несі? Өле алмай жүрсіңдер ма? Бұл кездер есімде толық қалмапты. Тек жылайым, ышқынам, жалынам, айғайлайым. Бірақ оған кім көнсін? Көрші ауылдың бір үйіне осылай келдік. Келе сала орамал алып жүгіріп жатыр, шашуларын шашып. Енді бірі құдды өз аяғымен келгендей маңдайымнан сүйеуге тырысып жатыр. Ышқынып, ұрсып, итеріп, жан-жағымды жайпап келем. Басқалар үшін қуаныш. Бәрі келінді көргісі келіп жатыр. Ал мен үшін қайғы. Қайда келдім мен? Апарып тастаңдар, деп зар елеп жатырмын. Естіп жатқан ешкім жоқ. Басу айтып жатыр. Осылай бірнеше уақыт өтті. Жылай-жылай әлсіреп қалыппын. Жаймен ғана ыңылдап, жалынып отырмын. Жіберіңдерші деп қоям. Мен шаршасам да басқалар тың секілді айналамда. Әлі басу айтып жыбырлап жүр. Бір кезде әлгі өзін Сәбит деп таныстырған жігіт есіктен кіріп келді. Келді де ымдап, барлығын сыртқа шығарып жіберді. Ішінен есікті іліп алып, қасыма келіп отырды. Ойым бір жағына қарай қараланып барады. Үстімнен тарпа бас салатын секілді үрке қараймын. Аянышты жанарыма көзім бір қадап: Нұрсұлу, сенің осылай отырғаныңа бірнеше сағат болды. Үй ішіңе хабар бердік. Әні-міне келіп қалар қуғыншылар. Бірақ бір шешімге келмес бұрын айтарым бар, деді жеңіл күрсініп. Сөйлегеннен пайда жоқ, сөйлеуге шамамда жоқ. Үнсіз отырмын. Сәл үнсіздіктен соң сөзін жалғастырды. Нұрсұлу, білем, мұндайды күтпедің, есеңгіреп отырсың. Бірақ ойлан, ол түс емес. Расында мен сені алып қаштым. Иә, сен мені танымайсың. Мен де сен көрген емеспін. Тек суреттен болмаса. Мен анаңмен бір жерде жұмыс істеймін, жақында келгенмін. Есімім Сәбит. Мен сені танымасам да, анаң жақсы танимын. Ол кісіні мен әйел адам ретінде қатты бағалаймын, сыйлаймын, мойындаймын. Қазақта анасына қарап қызын ал дейді. Сондықтан осы байламға келдім. Анасы сондай, қызы да сондай деп ойлаймын. Мен де жаман адам емес сияқтымын, деді ол сәл жымиып. Әйтеуір ел сыйлап жүр. Анаңызда білетін шығар, жұмыста да, ортама да сыйлымын. Тек осылай істеуім керек еді. Бірақ аяқ асты осылай болды. Мен алдыңда кінәлімін. Осындай істегенім үшін. Бірақ бәрібір соңғы нүктесін қоятын өзің. Мен сені бұнда зорлап алып қала алмаймын. Бірақ қалсаң, уәде берем. Аллам аман қылса, мен сені қор қылмаймын. Ешқашан өкіндірмеймін. Айтарым осы ғана. Қалғанын өзің біл, деді әңгімесін аяқтаған болып. Менің сүйгенім бар, дедім. Одан әрі сөйлеуге шамам келмей. Шамал үнсіз отырып. Меніңше қыз баласы сүю үшін жаралмаған, сүйікті болу үшін жаралған. Білесің бе? Дей беріп еді. Ышқынып барып: Ол да мен сүйет, деп сөзін бөліп жібердім. Біз ұзақ үнсіз отырдық. Сол үнсіз кезде ол маған аса жаман жігіт емес сияқты көрінді. Сыпайы, зілі жоқ, салмақты, сабырлы. Ойындағысын айтады, ойланып айтады. Шамасы жұмысында оны сол үшін де сыйлайтын шығар. Осылай ол туралы жақсы ойлам келе жатып кенеттен: Егер анамды сыйласаң, маған неге бұлай еттің?
Мен сол сен сыйлаған әйелдің әлбештеген қызымын ғой деп ойсыз сұрақ қойдым. Осыны күткендей ол да бірден сен де анаңа ұқсайды екенсің деді. Ол тағы да сөйлеуге тырысып еді, мен тағы да жоқ, мен анама ұқсамағанмын дедім сөзім бөліп. Шамалы үнсіздіктен соң ол орнынан тұрып өкінішті деді де есікті сыртынан жауып шығып кетті. Одан кейін бөлмеме ешкім кірген жоқ. Шамалы уақыттан соң ағам мен жеңгем қуып келді. Сәбиттің сөзінен соң ба арада онша дау болған жоқ. Жеңгем өз қалауым сұрап, келіспеген соң мені үйге алып кетті. Әлі есімде кетіп бара жатқанда барлығына бір қарап шықтым. Бағанағы ойын сауық пен көңіл күй ешкімде жоқ. Сәбит те терезеден сыртқа қарап ой үстінде тұр. Анасы мен әкесі анадай жерде үнсіз жерге қарап отыр. Мен үшін қуаныш, өзгелер үшін қайғы. Болған оқиғаны көп ұзамай ұмытып кеттім. Сауықты күндеріме қайта оралып, ештеңе болмағандай өмір сүре бердім. Анам кейін Сәбит туралы бәрін айтып берді. Расында жаман бала емес екен, шынында жұмысындағыларға сыйлы екен. Кішіпейіл, мәдениетті, жұмысына ықтиятты, керек десеңіз, жұмысындағы біраз қыздың арманында болып үлгеріпті. Жеңгеммен жас екен. Бақуатты да тұрады екен. Әлгі қымбат көлік өзінікі екен, таза еңбегімен алған. Жалпы анам ол жігітке қарсы болмапты. Жеңгеме келісіп отырса қалсын деп айтып жіберген екен. Кейінірек ол туралы анам да айтып жүрді. Мен отырмаған соң басқа өзімен қатар қызды алыпты. Келіншегі жеңгеммен қатар оқыған қыз екен. Сосын жұмыстан шығып, кәсіпкерлікпен айналысып кетіпті. Анамның сол жігіт туралы айтқанынан аздаған өкініш байқайтынмын. Бірақ анамның осы айтқандары мені еш қызықтырмайтын. Не үшін қызықтыру керек бірақ? Уақыты келіп қалаға оқуыма қайттым. Бірақ болған оқиғаны сүйіктіме айтпаған едім. Алдында айтып жеткізе алмайтын сағынышы сол екен. Тіпті қалаға келген соң бір апта бойы тұтқасын көтермей қойды. Бір аптадан соң бірақ кездестік. Сол кезде барып, мен оған басымнан өткенді түгел айтып бердім. Алғашында үндемеген еді. Кейінірек осы туралы айтып қоймай қойды. Сылтау болды сол оқиға. Қит етсе, сол оқиғаны алға тартатын болды. Біртүрлі күмән сұрақтар қояды. Менімен айырылысып кету үшін істейтін сияқты. Арасында ұзаққа бармадық. Ақыры жөнімізбен кеттік. Кейінірек бір құрбымнан естідім. Мен жазғы демалыста жүргенде сүйіктім деп жүрген азаматым бір қызды жүкті етіп қойыпты. Сол қызға үйленуге тура келген соң менімен айырылысудың осындай қырын ойлап тауыпты. Әрине, ұшайын деп тұрған бүркітті артынан түртіп үркітті деген болған екен. Осы өмірімдегі шымшыдырықтан соң оқудан басқа ештеңеге алаңдамай кеттім. Оқуымды аман есен бітіріп, қалада жұмыс табылмаған соң ауылға келдім. Анамның қасына жұмысқа орналасып, сол жерде тәжірибе жинақтадым. Кейде сол жерден Сәбитті көріп қалатында болып жүруші едім. Шынымды айтсам, көріп қалғым келетін. Оның қазір қандай болғанын көргім келетін. Онымен сөйлесіп қалғым келетін. Оның сол кездегі сабырлы жүзі көз алдымнан кетпейді. Кейде мен осы соны сағынып жүрген жоқпын ба деген ой келетін. Сосын қайдағы сағыныш? Оны танымайсың да ғой деп өзімді алдайтынмын. Бірақ шынында сағынатын сияқтымын. Бір күні жұмыстан кеш шығып қалдық. Анам екеуміз қолтықтасып үйге асығып келеміз. Жұмыс негізі аудан орталығында еді. Шамамен 2 сағаттық жері. Сондықтан жол жөнекей көлік ұстап қайтатынбыз. Артымызға жалтақтап қоямыз. Көліктің де ыңғайы білінбейтін сияқты. Дала қараңғыланып тұрады. Анам екеуміз бір-бірімізге қарап қоямыз. Біраз жүргеннен соң барып, артымыздан жарық түсті. Анық көліктің жарығы. Анама, мына көлікті қалайда тоқтатып алуымыз керек, болмаса бүгін үйге жете алмаймыз дедім. Анам да үнсіз келісті. Көлік жақындаған тұста екі қолымды бірдей көтеріп, көлбеңдеп алдына жүгіріп шықтым. Жетер жетпес, ол да кілт тоқтады. Қуанып барып есігін ашып жалынышты түрмен,
Бізді жеткізіп тастайсыз ба? Дедім ентігімді баса алмай. Өзіме таңырқай қараған жігітті енді таныдым. О, Аллам, бұл Сәбит қой. Маған солай көрінді ме? Әлде расында солай ма? Бұл жолы Сәбитті басқаша көрдім. Сұңғақ бойлы, қыр мұрынды, қара торы келген, жүзі сұлуланып кеткен. Баяғыда мен көрген Сәбит емес, басқа. Тілмен айтып жеткізу қиын. Ол бізді жеткізіп тастады. Үйге жеткенше анам екеуі әңгімелесіп, өткенді қозғап келді. Ол мен алып қашқан үшін анамнан ұялаңқырайтын сияқты. Үздік-үздік маған айнадан қарап қояды. Ал мен одан көз алмай келем. Айту бойынша қазір егіз ұлдары бар екен. Сол біздің ауылға жұбайын алып кетуге келе жатыр екен. Жұбай төркіндетіп қыдырып кеткен екен. Бақытты екені байқалды. Отбасын айтқан сайын көздері жанып тұрды. Оны аңғару қиын емес еді. Отбасын айтқан кезде ішімнен бір шамалы қызғаныш сезіп қалдым. Бірақ сыртқа еш білдірмедім. Сол кездесу маған қатты әсер етті. Мен Сәбитті ұнатып қалған сияқтымын. Сияқты емес, шынымен солай. Бір көрсем деген арманым осыған жетелеген екен ғой деген ой келеді басыма. Кейде бұл мүмкін емес сияқты көрінеді, бірақ осылай болып жатыр ғой. Не ойларымды білмеймін. Ойым астан-кестен болып кетті. Ешкімге ашылып айта алмайым. Ішімнен тұншығып барам. Өз-өзіме таң қалам. Мүмкін емес. Бұлай болу мүмкін емес. Кейін Сәбитті тағы көрдім. Біздің жұмысқа бір жұмыстармен келген екен. Екеуміз бұл жолы көп сөйлесіп қалдық. Өткенді айтып күлісіп алдық. Бетіне қарап сыр бермегенімен ішімнен өкініш өртеп барады. Арамыз алшақ тұрғанымен құшақтап алғым келіп барады. Бірақ кедергі көп. Өткеніме орала алмасымды білемін. Ғашықтық деген осы екен ғой, дедім ішімнен. Оны бәріне кінәлаймын. Бәлкім алып қашпай, жай танысуға тырысқанда бұлай болмас па еді. Енді міне осы екінші рет көргеннен соң, оны тағы да көре бергім келеді. Қасында тұрып сағынам. Оған барлығын айтып салғым келеді. Бірақ жалған намыс жібермейді. Оны сағынам. Оны сүйем, оған ғашықпын. Бірақ бұл жолы да өзгеріссіз тарастық. Көп уақыт өтпей тәжірибемді шыңдап қалаға қайта оралдым. Алматы мені баяғыдай қарсы алмаған сияқты. Ғашық жан оған жат секілді. Бәлкім ұмытармын, басқаны жолықтырармын деймін. Бірақ керісінше ауылға кетіп қалғым келеді. Барсам Сәбитпен бақытты болып кететін сияқтымын. Сағынам, көрсем деймін. Тым болмаса түсіме енсе деймін. О тоба, бұл не деген сезім еді? Өкінем, қатты өкінем. Оған жар болмағаным үшін емес, оны қайта көргенім үшін өкінем, ғашық болғаным үшін өкінем. Екі көзім жасқа толып, тереземнің арғы жағындағы Алматыға, табиғатқа, түнгі көшеге сыр айтып тұрмын. Көңілсіз түнгі Алматы менің мұңыма жылап тұрған секілді. Әлем жылап тұрған секілді.